Сәлем достар, сіздермен жексенбінің жарқын күнінде шексіз терең подкасты. Және мен Аружан, Аяулым, Дария және Шахизада. Бүгін біздің алғашқы эпизодымыз болғандықтан ең алдымен сіздермен танысып алсақ. Өзің таныстыра бер, Аружан. Менің есімім Аружан. Мен Қожа Ахмет Яссауи университетінің филология факультетінің түркітану мамандығының студенті боламын. Мен Серікбай Аяулым, жасым 18-де Қожа Ахмет Яссауи университетінде филология факультетінде оқимын. Барлығымыз жаңа естігендеріңіздей түркітану мамандығының иелеріміз. Менің атым Дария Андрашид. Сол Шахи. Менің есімім Шахизада. Толық аты жөнім Құдайберген Шахизада Нұрсұлтанқызы. Қазіргі таңда Қожа Ахмет Яссауи университетінің филология факультетінде түркітану бөлімінде оқып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің подкастымыздың аты шексіз терең деп аталады. Бұл атты таңдаған себебіміз жаңағы өзіміздің шексіз терең ойларымызбен бөліссек десек, жаңағы бір кішкентай рамканың ішінде ғана қалып кетпей, басқа да нәрселер философиялық тұрғыдан жаңағы өзіміздің ойымызды, өзіміздің ішімізде болып жатқан заттардың барлығын шығарып отырамыз деп шешіп таңдаған ат. Біздің бүгінгі алғашқы эпизодымызға біздің таңдаған тақырыбымыз не болар еді? Яғни біз өзіміздің жақындарымыздан, достарымыздан, көршілерімізден сауалнама алған болатынбыз. Яғни қандай сұрақ қоюға болады? Не болар еді? Егер яғни олардың қиялдарына байланысты сұрақтар, егер мысалға уақыт машинасын ойлап тапқанда әлемде жаңа қандай өзгерістер болар еді деген сынды сұрақтар болады. Және біз сол сұрақтарға өз ойымызды білдіре отырып жауап береміз. Сол сауалдардың ішінде біз бір сұрақты ғана таңдауды жөн көрдік. Яғни, егер интернет болмағанда, әлем қандай болар еді? Осы сұрақты біз қонымды, яғни ауқымды деп таңдап алдық. Біріншісі ретінде таңдадық осы сұрақты. Менің ойымша, интернет арқылы ақша тауып жатқан адамдар мен блогерлер болмас еді. Және де интернет болмағанда ақпарат алу өте баяу болар еді. Мен біз кітап қанадан шықпайтын едік деп ойлаймын. Қазір де барамыз енді, олай ойлап қалмаңыздар да. Бірақ шынында келетін болсақ, барлығы қолжетімді болғаннан кейін, жаңағы интернетте тұрғаннан кейін бәріміз оны тәуелдіміз деп айтуға болады. Бірақ жаңағы инста-блогерлер жайлы. Инста-блогерлер инфо-цыганство арқылы ақша табады да негізінде. Және де ондай инфо-цыгандар бұрында да болған. Интернет болмағанға дейінде газет арқылы да, сол арқылы да реклама жасау арқылы әйтеуір бір ақшаның көзін табатын негізі ондай адамдар. Менің ойымша, интернет болмағанда әлем қандай болар еді дегенде, бұл қазіргі уақытта қарағанда кішкене кейінге шегіретінен, яғни алдыңғы кезге қарайтын болсақ, яғни ең бірінші интернеттің пайда болып, қолданыста ауқымды түрде жүріп жатқан кезіне қарайтын болсақ, алдын бізде интернет, яғни байланыс орнату үшін, адамдармен сөйлесу үшін осылай пайда болып бастады. Кейіннен ол бізде табыс көзіне айналып бастады. Яғни қазіргі уақытта ол бізде күнделікті адамдардың өмірінде маңызды рөл алып жатқандықтан, ол бізде табыс көзі болып отыр. Яғни адамдар көп уақытын, энергиясын, барлығын бізде интернетке салып жатыр. Ал оған дейін бізде интернет жайында көзқарас және қолданыс сәл басқаша жүрген еді. Мақсаты да басқа болған еді. Яғни бізде тек қана интернет тілдесу, сөйлесу, байланысу құралы ретінде дамып бастады.
кейіннен ол бізде ақпарат жаңағы, көзі болды. иә, кәдімгідей өмірге өте қатты әсерін тигізетін заттардың бірі болып келеді ол қазір. Типа былай қарасаң, кейбір адамдар интернетсіз өмір сүре алмайды. Мен өзім де солардың қатарынамын деп айтсам. Интернетке қазір Иә, өте бәріміз барлығы зависимый. тәуелді. Қазіргі уақытта менің ойымша интернетке тәуелді. Ал бұрынғы уақытқа қарайтын болсақ, олар интернетсіз өмірлері кішкене, яғни уақыттары көп, яғни тиімді пайдалана алған адамдар ретінде қарастыратын едім. Қазіргі уақытта бірақ жастар, яғни біз Негізі тек жастар деп айтпай ақ қояйық, өйткені есімде осыдан бір апта алдын ба лифтте бір үлкен кісімен тұрып қалдым да, өзі жаңағы телефонға қарап тұрды, сол кезде айтты өзі деп. Қазір біз үлкендер жастарға ұрсамыз, жаңағы телефонға қарама бірдеңе деп, бірақ өзіміздің де істеп тұрғанымыз ол сөйтті. Сонда шынымен ғой, тек жас үлкен деп жасына қарап білмей қарасақ, барлығымыз интернетке тәуелдіміз. Егер интернет болмағанда не болар еді, және соны айтсаңдар. Қалай ойлайсыңдар? Болмағанда адамдар мысалы 2000 жылдарға дейін, ол кезде де интернет болған, бірақ ондай қазіргідей қатты дамымаған еді. Сол жылдардағы өмірдегідей болатын еді деп ойлаймын. Даму сәл баяулайтын еді негізінде. Қазір осы интернеттің арқасында адамдар тезірек дамып, өзінің қалаған ақпаратына тезірек қол жеткізе алады деп ойлаймын. Интернет болмаса, интернет жоқ болса, негізі адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынастары өзгерер еді. Денсаулыққа да пайдасы болар еді, если осы интернет болмағанда. Сонымен қатар біз жаңағы аспен жақындастыратын деген сияқты болып айтып отыр ғой енді қыздар. Қалай дедің жаңа? Байланыстыратын. Байланыстыратын. Ол болмағанда да бізде болды, мысалы хаттар, телеграфтар, құштар. Мүмкін біз әлі солай жүретін бе едік, бірақ интернеттен де басқаша нәрсе ойлап тауып, жаңағы басында айтқандай, мүмкін телепортация істейтін бірдеңе ойлап тауып кеткенде ше интернет емес. Жаңа интернет болмаса, WhatsApp дегендер болмайтын еді деп отыр. Негізі интернет болмағанда мы бәрібір басқа сияқты, оның баламасы сияқты бірдеңе ойлап тауып кетсек. Тағы солай деп ойлаймын. Басқа бір баламасы болатын еді бізде интернетке ұқсайды. Бұрынғыдағы сияқты хат жазып деген сияқты. Газет журналдармен де жүре берген едік, бірақ қатты дамымайтын едік. Жай жүретін едік. Даму процесі өте баяу болатын. Баяулап кететін еді. Мен ойымша, интернет болмағанда адамдар көп нәрсені үйрене алмас еді, біле алмас еді. Яғни интернеттегі нәрселер олардың барлығы кітаптардан, сол мақалалардан адамдардың өздері жазып шыққан заттарды сол интернетке типа қолжетімді қылып істеген ғой. Бірақ адамдардың көбісінде андай кітапқа деген, оқуға деген қызығушылық болмағандықтан, ондай негізі просто интернеттен сол керек сұрағыңды қойып табу оңайырақ қой. Сол ыңғайлы болып тұр да бізде. Сол ыңғайлылық сол ыңғайлы болғаннан кесірінен біз жалқау болып бара жатырмыз. Искусственный интеллект, чат GPT, миды қолдану деген қалды. Программа гаммалардан. Солардың арқасында біз өте қатты жалқау болып бара жатырмыз. Презентацияны тіпті біз үшін чат GPT істеп береді. Мысалы қазірде мысалы телефонда Face ID істемесе, уже соған парольді енгізуге де ерінеміз. Ол уже енді телефонға байланысты болып кетті. Жаңағы интернет болмаса, бірақ шынымен де бұның барлығы болар ма еді деген сұрақ та. Мүмкін шынымен болмайбыз, тасыспа. Өз варианттарында айтып көріңдерші, енді мысалы интернет мүлдем жоқ деп елестетіңдер. Интернет жоқ. Свобода. Социальды желілер жоқ. Тек мысалы ұялы телефон, дичка деймін. Дичка бар ғана бар.
Сондай болса не болар еді? Интернет желісі жоқ. интернет желісі болмаса кредит болмайды еді. Неге? Кредитті банктен барып Кредит алуға. ол интернет пайда болмай тұрып болған ғой, ол қай заманда. Тогда Иә. отрежьте. Менің ойымша интернет болмаса адамдардың бейнелеу қабілеті өте төмен болар еді. Жоқ, неге? Неге сен олай ойлайсың? Себебі Наоборот, интернет бізді төмендетіп тастаған сияқты. иә. Айта ғой, жарайды, өзіңнің ойыңды. Себебі қалай бейнелеу қабілеті деген бізге қазіргі уақытта интернет басқа елде тұрып жатсақ та басқа елдердің суретін қандай өмір салтын мәдениетін бізге бейнелеп бізге көрсете алып жатыр. Ол Мысалға біз мысалы ол жаққа барып көрмесек те біз оларды елестете аламыз, бейнелей аламыз. Ондай бейнелеу дегенде бұрында да болды. Мысалы газеттер, жаңағы саяхатшылардың жазбаларынан деген сияқты кітаптардан алынып отырып, сонымен қатар жаңағы фотоаппарат болды бізде, интернет пайда болғанға дейін. Интернет өзі қашан пайда болды? Интернет ол қай 20 ғасырда ғой, тіпті соңына қарай. 20 ғасырда 1900-ке. Сол кезде ғой. Соңына қарай пайда болды ғой, оған дейін мысалы. Иә, рас енді ол кезде де дамыды, бейнелей алды, суретке түсірді, Суретін салды деген сияқты. видео таспалар болды, бірақ ол бізге жетермеді. Осы сұрақ қой, бастысы. Бізге жетермеді. Мысалға, Қазақстанға телефон ең кеш келген мемлекеттің бірі. Яғни телефон 1700-600 жылдары Еуропада шығып бастады, ал біздің Қазақстанда қолданысқа 1900 жылдан бастап ене бастады. Одан кеш және одан да кеш. Яғни кімдер қолдана алды біздің Қазақстанда? Балалар ғой. Тек балалар, билік өкілдері, сондай адамдардың ғана қолында табыла алды. Телефон ол жарайды, бөлек әңгіме. Интернет негізі бірінші телефонда емес, компьютерлерде болды ғой. Иә, техниканың бары, енді айтып тұрмын ғой, телефоннан басқа техникалардың барлығы біздің Қазақстанға кеш келді. Мысалға, қазіргі уақыттағыдай біз еркін түрде қалаған нәрсемізді көре алмайтын едік. Көре алмағанымыздың кесірінен біз бейнелеу қабілетіміз, сана сезім тікелей қатысты. Өте төмен болар еді деп ойлаймын. Дұрыс айтасың негізі. Келесі сұраққа көшетін болсақ, келесі сұрақты оқысаңыз жаратыңыз. Келесі сұрақ. Егер уақыт машинасын ойлап тапқанда, әлемде жаңа қандай өзгерістер болар еді? Уақыт машинасы бұрында болғанда емес, қазіргі таңда қарастырсақ болады. Осы жақында, мысалы, 5 жыл бұрын бір адам ойлап тапты десек та, уақыт машинасын. Сол кезде қандай заңдар болады еді? Ол заңдардан бұрын қандай олайлар не дейтін еді? Мысалға, уақыт машинасымен заң қоюға тура келетінде қандай дүниелер орын алатын еді? Әлбетте, бізде анархия сияқты болып кететін еді деп ойлаймын. Өйткені егер ол қолжетімді нәрсе болса да, уақыт машинасы. Адамдар мүмкін бір жаңағы тарихи оқиғаларды өзгертетін ба еді деп ойлаймын. Вот сол үшін менің ойымша сол уақыт машинасын қолданатын адамдарға тарихты өзгертуге болмайтын секілді сондай бір заңдар қойылады деген. Мен ойлаймын, мүмкін былай болады. Уақыт машинасын қолданасың, бірақ белгілі бір уақыт қана шектеулік береді, мысалы 20 минут, 30 минут деп мүмкін. Золушкадағы да түнгі 12-ге дейін ғана. Сондай сияқты болатын шығар. Сіз не ойлайсыз, Шахизада ханым? Уақыт машинасы жайында. Уақыт машинасында мысалы мүмкіндік бар. Қай жаққа, болашаққа әлде өткен шаққа қарай баруға да. Не жасағың келеді? Илеше былай болатын сияқты. Егер жаңағы машина болса, адамдар өздерінің бұрынғы қателіктерін өзгертуге де мүмкіндік болатын еді. Бірақ ол мүмкіндікті пайдаланып, сен өзіңнің бір қателігіңді дұрыстадым деп,
бүкіл өміріңді өзгертіп жібересің ғой, жаңағы тарихты өзгертесің. Кішкентай құмырсқаны, сен бұрын бастаған құмырсқаны басып кетсең, типа, өткен өмірге өтіп ше, оның өзі қанша нәрсе негізі және болашақта да көруге болады сол машинамен. Не бар ғой, Академия Umbrella бар ғой, соды параллельный нелер, өмірлер көбейіп кететін бар еді ғой. Вот сондай қайталанбас үшін бір белгілі бір заңдар болады. Анау Человек-паук десе. Иә, барлық Спайдерменді бірге жиналған кезде. Негізі сондай кинолар жаңағы ғалымдарға, сондай ученыйларға көп мотивация болатын сияқты. Солар арқылы мысалы ұшатын кілең деген сияқты болды ғой бұрын ертегілерде. Сол ертегілердің арқасынан ғой шығып жатқан ұшақтар деген сияқты. Иә. Менің ойымша уақыт машинасы болашақты болжап беретін болса, әлем керледі деп ойлаймын. Тарихты сол негізі өзімнің болашағымды өзгертемін, тарихты да өзгертіп жіберемін. Сондай бір нәрселерді болдырмас үшін қандай заңдар шығатын еді деген сұрақ сендерге. Енді уақыт машинасы деп жатырмыз ғой. Оны бізде қолдану мүмкіндігі аз болғаны тиімді болар еді деп ойлаймын. Дұрыс. Мысалы, ойлаңдаршы, әр адам бір өмірінің бір сәтін өзгерткісі келеді да, сосын кейін тұрады да, мысалы, ол өзгеріс басқа адамға кедергісін келтіреді, бәрібір басқа адамның да өмірін өзгертуі мүмкін. Сол сияқты дүниелер, егер өзгеріс енгізгің келсе, өз таңдауыңда немесе басқа нәрсе, мысалы, донордың орнына бургер жейтін едім деген сияқты болады. Мысалы, бүйтетін сияқты. Мен егер өзім сондай заң қоятынды істесем, бір адам, мысалы, бір жылда ғана белгілі бір уақытқа ғана, мысалы, жаңа жарты сағатқа деген сияқты ғой. Бір жылда жарты сағат қана сол уақыт машинасын қолдана алады, типа, жарты сағатқа ғана. Ты можешь там на 5 минут, типа, бұрынғы, мысалы, Ренессанс кезінегі өтіп көріппесең болады деген сияқты, заң қойылса, мысалы, өткенге араласуға тыйым деген сияқты, сондайларды қою мүмкін. Және де бақылау жүйе де болуы мүмкін. Жаңағы бір белгілі бір уақыт қойып, белгілі уақыт қойып, соны бақылау. Бірақ негізі киноларда көрсетеді ғой, уақыт, мысалға, артқа қайтқан сайын, сен бәрібір қартаймай қоймайсың ғой. Артқа қайтып, қайтадан осы өмірді сүргеніңмен, білмеймін, қайта қартаясың. Сол сияқты нелер болса, адамдарды артқа тартып отыратын да, қолданудан. Ондай қолданатындар көп болатын сияқты. Егер уақыт машинасы болашақты бізге көрсете алса, адамдар өлімнен қорқып, қашан өлетінін біліп алады. Яғни, қашан өлетінін біліп алады, яғни уақыт машинасын қолдану арқылы. И ол өлімнен құтылу үшін әрекеттер жағдайлар жасайтын еді. Өзгертуге тырысады. Меніңше осылай, яғни адамдар көп нәрсені тәуекел жасап, өз өмірлерін уақыт машинасынан көріп, яғни өлетінін біліп алып, өмірін өлімге дайындауға арнап жіберіп еді. Еще мен ойлаймын да, анандайлар пайда болатын сияқты, типа бандиттер сияқты. Бар ғой, шөкім рынокта. Сондай сияқты жерде уақыт машинасын, мысалы, 10 минутын сатамын деген сияқты, сондайлар болатын сияқты. Даркнет де ма? Сондайлар қолданып адамдар. Сөйтеді деп ойлаймыз. Яғни, сол тарихты өзгерту және уақыт шектеулігі деген сияқты заңдар қоятын болдық. Учтите деп жатсыңдар. Неде біздің кезектегі ең соңғы сұрағымыз. Егер барлық адам бір тілде сөйлесе, әлем қалай өзгерер еді? Өте қызық. Вавилонская башня есімде. Менің ойымша, егер барлық адам бір тілде сөйлесе, қарым-қатынас жеңілдей бастайды.
жеңілдей берсе, потому что олар түсіне бастайсың. Және ғылым мен экономика тез дамиды. Ана не бар ғой, бір аңыз сияқты шы. Бұрын сол Вавилон несін аспалы бақпа, соны істеп жатқан кезде барлық адамдар сол кезде құлдар ғой, солардың барлығы бір тілде сөйлеген да, сосын солай бастаған, типа, неге біз оған бағыну керекпіз деген сияқты. Сондайлар басталғаннан кейін оларға әртүрлі тілдерін ауыстырып, бөліп тастаған деп айтады да. Возможно, сондай болатын еді. Жаңағыдай тағы анархизм. Анархизм. Мать порядка. Бірақ бір жағынан бір-біріміздің тілімізді түсінген плюс. Ешкімде ешқандай не болмайды, секрет қалмайды бұл жақта. Барлық информация бәріне жайылатын еді, мүмкін, білмеймін. Қазір де типа бір приколдары бар да. Қытай тілі мысалы ең қиын тілдерін біліп бір болып табылды, көп адамдар түсінбейтін еді ғой. Қазір бұл жетімділіктің арқасында жаңағы интернет кітаптардан көп адамдар қытайша тіл үйреніп сөйтіп жатыр да. И айтады, қайда деді, Египетте ма бір жерде екі Қытай сөйлесіп отырған кезде бір европейка Қытай емес деген көрініп тұр. Солардың әңгімесін тыңдап, түсініп, и соларға жауап береді. Сол кезде айтқан біздің тіліміз енді андай секретный тіл емес, уже бәріне мәлім тіл болып кетті дейді. Доступный. Негізі барлық мысалға елдер бір тілде сөйлейтін болса, мысалы ағылшын тілі делік. Қазір сөйлеп жатыр ғой. Мысалы. Негізі зияны қатты емес, бірақ айтады ғой, бір тіл, бір адам, яғни неше тіл білсең, сонша адамсың. андай сенің ол тілдің мысалы ол халықтың мәдениетіне қарай, сөйлеу мәнеріне қарай, олардың дәстүріне қарай сен санаң өзгереді да. Ал егер адамдардың барлығы бір тілде сөйлесе, индивидуалдық өзгешеліктер бар. Ондайлар қалмайтын еді. Мен солай ойлаймын. Сен не ойлайсың? Егер адамдар бір тілде сөйлеу дегеніміз, ол менің ойымша ұлттардың маңыздылығы қалмас еді. Яғни ұлттардың маңыздылығы дегеніміз мәдениет, дәстүр, тіл, дін бір. Яғни ортақ. Ешқандай айырмашылық жоқ. Адамдар бір сатыда, бір қоғамда бір қайта даму менің ойымша өте төмен болар еді. Яғни сіз, мен басқалар бір мемлекеттің тілінде, дінінде ойлап өз-өзін бағалай алмас еді. Яғни салыстыру арқылы адамдар бір-бірін жоғарылатып, дамытып отырады. Ал бұл жерде бізде салыстыратын ешқандай нәрсе қалмайды. Барлық адам тең сияқты болып қалады деп ойлаймын. Ол негізінде қиын жағдай. Теңдік жақсы, бірақ бәрібір ол болмайтын еді ол. Правительство деген шығатын еді деген сияқты. Қазіргі уақытта мысалға енді әртүрлі ұлт бар, әртүрлі дін бар, әртүрлі тіл бар. Соларды адамдар үйренгісі, көргісі келгеннен басқа жерлерге, басқа елдерге мұхит асып, жер асып, шөл асып барып жатыр, көріп жатыр, үйреніп жатыр. Сол арқылы өзі де дамып жатыр. Өзгені де дамытып жатыр. Өз мемлекетіне пайдасын алып келіп жатыр. Мемлекет те сол арқылы дамып, бір саясат, бір мемлекет, бір қоғам әртүрлі өзгерістермен қалыптастырып дамып отыр деп ойламын. Ал егер сіз бір мемлекет, бір әлем тек бір тілде сөйлейтін болса, бір қоғам ешқандай даму да болмайды. Яғни сіз өз қалаңыздан шықпайсыз, былай қарап тұрса. Жаңа ештеңе үйренетін жоқ ол. Сіз не істейсіз басқа қалаға барып? Ол жақта тура айналаңыздағы адамдар, тура дәл сол мәдениет,
тура сол тіл, өзгешелік ешқандай нәрсе жоқ. Сіздің көріп жүрген жағдайларыңыз. Біз не үшін шетелге шығамыз, не үшін шетелге шығуға асығамыз? Себебі бізге таныс емес мәдениет, қоғам, адамдар, тіл, дін болғандықтан біз оны танып білгіміз керек. Егер сіз бір тілде, бір тілдік мәдениеті бар қоғамда тұратын болсаңыз, сіздің барып келуге деген ешқандай мұқтаждығыңыз жоқ. Иә, бәрі бір жерде орындарында отырықшы өмірдің нағыз заманы болатын еді ол кезде. Аватар болатын еді. Және де егер осы бір тіл, бір дін, бір мәдениет, ұлт болатын болса, біз өз-өзімізбен әркім былай қарап тұрсаң, батпаққа бір нәрсені тастап жүрсең, жайлап батып жоқ болып кетеді ғой. Тура сондай жер сондай жағдайға түсіреді деп ойлаймын. Мен ойымша солай. Бүгін біздің подкастымыздың бірінші эпизоды болғандықтан бізде кейбір қобалжулар болуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан сіздерге біздің ой талқымыз ұнады деген үміттеміз. Егер де осы сауалдар, осы сұрақтар бойынша сіздердің де қызықты ойларыңыз болса, пікір қалдыра аласыздар. Және де не болар еді деген форматта қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің болашақ эпизодтарымызда осы бір фрагмент бойынша біз қайта подкаст жазуымызға себепкер боласыздар. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Біздің арнаға жазылыңыздар. Біздің подкастты тыңдаңыздар. Егер ұнаса пікір қалдырыңыздар. Егер де бір минустарымыз, егер де бір жөндеу керек, бір сәттер болатын болса, айта кетіңіздер. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен Шахизада, Аружан, Аяулым және Дария.